أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көпшілік, құрметті бауырлар, бүгін Алланың қалауымен 3-ші дәрісті, 3-ші сабақты бастаймыз. Енді алдыңғы өткен 1-ші сабақ пен 2-ші сабақты кішкене еске түсірейік. Алдыңғы сабақта сіздерге махраж деген нәрсені үйреттік. Бір күн және екінші күні қайталап, айқалап, әріптердің қай жерден шығатынын дауыстап, айқалап үйреттік, дауыспен. Одан кейін 28 әріппен, ләм-әлифпен қосқанда 29 әріпті қайталап жаттыққанбыз. Бірінші дәрісте, екінші дәрісте де. Және мына әріптердің ішінен 19 әріпті тауып қаламмен белгілеу керек болған. Және де одан басқа да 5 тапсырма берілген, соның бәрін орындады деп сенемін, Енді бүгін біз сіздерге қайтадан 3-ші дәрісті де махражбен бастаймыз. Махражды, парақтарды алдарыңызға шығарып алыңыздар. Мына суретке де мынағанда екеуін айтқан кезде қарап отырып, қай әріп қай жерден шығатындығына жаттығу жасаймыз. Ал бисмилла, кеттік онда. Махражды қайталаймыз. Мына жерде ауыз қуысынан бастап, тілден, одан кейін жұтқыншақ, тамақтың түбінен шығатын әріптердің суреттері көрсетілген. Мынаған қарап дайындаламыз. Әріптің шығу махражын айқалап айтамыз. Бастадық. Әббә, ибби, уббу, әтті, итти, үтту, әсә, исси, үссу. Сақау әріптерді айтамыз. Сақауды сақау қылып айтамыз. Мына жерде тілді тістеп айтатын жері кездеседі. Әджә, иджи, үджу, әхә, ихи. Бұл әріп қырналмай айтылу керек. Уху, қайтадан. Әхә, ихи, уху. Қырналмау керек. Одан кейінгі әріп қырналады. Бұл әріптердің махражды не үшін айтамыз біз? Құранда әр әріптің ақысын беру керек. Себебі ақысын бермейтін болсақ, Құрандағы сөздер дұрыс шықпай, мағына өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін қырналатын әріп қырналу керек, қырналмайтын әріп қырналмау керек. Мына әріпті қырнап айтамыз. Әхха, ихи, уху. Жуан екені де байқалып тұр. Жуанды жуан қылып айту керек. Әдді, идди, үдду. Келесі әріп сақау әріп. Әззә, иззи, үззу. Тілді тістеп айтамыз, бірақ қатты тістемейміз. Әрра, әр деп дірілдемейді. Әрра, ирри, үрру. Әззә, иззи, үззу. Әссә, исси, үссу. Әшшә, ишши, үшшу. Бұлар жіңішке. Келесі әріп ең сақау әріп, жуан әріптер. Әсса, исси, үссу. Әдда, иддай, үдду. Дауыстап шығару керек. Махражды жай айтуға болмайды. Қаттырақ айту керек. Әтта, итти, үтту. Сақау әріп, келесі әріп. Әзза, иззи, үззу. Алдыңғы сабақта біз сақау әріптерді өткен болатынбыз. Сақау әріпті үнемі ұмытпайтындай етіп жаттап алыңыздар. Келесі әріп, қырналмайтын әріп. Әрра, ирри. Үрру. Қырналмайды. Келесі әріп қырналады. Әғға. Бірақ жұмсақ қырналады. Мынау сәл қаттылау, мынау жұмсақ қырналады. Әғға. Иғғи. Уғғу. Келесі әріп. Әффә. Иффи. Уффу. Әққа. Иққи. Уққу. Бұл әріпті қ әріпі анық шығу керек. Қырналып, немесе қырналмайтындай етіп басқаша шығып кетпеу керек. Қ деген әріп анық шығу керек. Келесі әріп к. Әкка, икки, үкку. Әллә, илли, үллу. Келесі екі әріп өте маңызды, алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Қатты ұсталады, өмір бақи. Әммә, имми, үнну. Келесі әріп. Әннә, инни, үнну. Келесі әріп. Ауа, иуи, уу. Қайтадан бір қайталайық. Ауа, иуи, уу. Келесі әріп. Деммен шығатын. Әхә, ихи, уху. Қайтадан. Әхә, ихи, уху. Демді қысасыз. Келесі әріпте ләм-әлифте махраж айтылмайды, яйға махраж айтылады. Әйя, ии,
Уйю. Ал, бисмилля бауырлар, көпшілік бастадық, я? Алдыңғы дәрісті қайталадық, еске түсірдік. Енді Алланың қалауымен бүгін әріптер бітеді. Жалпы, әлем әлифпен қосқан кезде 29 әріпті бүгін бітетін боламыз. Енді мына алдарыңызда тұрған, жазылып тұрған, я, жаңадан жазылып тұрған әріптер. Кешегі 19 әріптен кейінгі 20-шы әріп айн, яғни қырналмайтын әріп. Сөздің басында жазылатын айн, сөздің ортасында жазылатын айн, сөздің соңында жазылатын айн. Мынау да сондай. Сөздің басында, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатын бұл ғайн. Ғайн деген әріп. Мынау фә деген әріп. Фәнің өзі, сөздің басында жазылатын фә, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатын фә. Қаф. Қаф пен фәнің жазылу үлгісі сөздің басында, ортасында ұқсас келеді. Сөздің басында және ортасында ұқсас келеді. Екеуін ажырататын тек қана нүктесі. Фәда бір нүкте, қафта екі нүкте болады да, соған қарай ажыратамыз. Бірақ жазылу үлгісі бірдей. Нүкте ғана ажыратады. Қафтың сөздің басында қаф, ортасында қаф, сөздің соңындағы қаф. Өзінің қалпына қайтып отырады әріптердің барлығы. Кәф сөздің басында қараңыз өзгеріске ұшырап кетті. Сөздің басында, мынау айн мен ғайн сөздің ортасында өзгеріске ұшыраған секілді, бұл да кәф сөздің басында сәл өзгеріске ұшырайды. Жазылу үлгісі бойынша өзгеріске ұшырап кетеді. Осы үлгідегі кәфті жақсылап жаттап алсаңыздар, иншалла шатаспайсыздар. Сөздің басындағы кәф, сөздің ортасындағы кәф, сөздің соңында қайтып өзінің аяғы өзінің қалпына қайтып келеді. Жалғау жалғанады. Ләм сөздің басында, ләм мен әлифті ажырату үлгісі, әлиф былай қарай жалғанбайды. Мына жалғауды көріп тұрсыз ба? Әлиф бері қарай жалғанбайды. Екеуі де таяқшаға ұқсайды ғой. Бірақ әлиф бері қарай жалғанбайды, бірақ ләм жалғанады. Соған қарай ажыратамыз. Соған қарай ажыратамыз. Ләмнің басында жазылатын, ләмнің ортасында екеуінің жақада жалғанады. Няқада. Әлиф няқа жалғанбайды, тек қана няқа жалғанады. Сонымен ғана ажыратылады. Ләмнің ортасында, ләмнің сөздің соңында жазылатын түрі. Енді мим сөздің басында жазылатыны, сөздің ортасында, сөздің соңында жазылатын. Бұл да екі жаққа жалғанады. Мыналардың барлығы екі жаққа жалғана береді. Енді вау әрпі екі жаққа жалғанбайды. Тура дәл, зәл, ра, зә, әлиф әріптері секілді, бұл да екі жаққа жалғанбайды. Ваудың өзі сөздің басында бұлай жазылады, сөздің ортасында бұлай жалғанады, бұлай жалғанбайды. Сөздің соңында бұлай жалғанады, бұлай жалғанбайды. Мынау хәнің өзі, хәнің сөздің басында жазылатын, хәнің сөздің ортасында жазылатын, бантик сияқты сондай үлгіде жазылады. Бұл ортасында осы хә әрпі сәл қиындық тудыруы мүмкін. Осы үлгіні хә әрпін параққа қарап жақсылап жаттап алсаңыздар, иншалла шатаспайтын боласыздар. Хәнің соңында жазылатын түрі. Қараңыздар, үшеуі үш түрлі жазылады екен. Сөздің басында, ортасында, соңында үшеуі үш түрлі. Осы үлгіні жақсылап хә әрпін көп қиындық тудыратын әріптердің бірі. Сол үшін қатты мән беріңіздер. Қаттырақ мән беріңіздер. Одан кейін ләм әлиф әрпі. Ләм әлиф әрпі қандай? Ләм әрпін өттік. Алдыңғы сабақта әлиф әрпін өткен едік. Сол ләм менен әлифтің қосындысы бұл. Ләм әлиф. Ләм әлиф. Ләм әлиф. Ләм әлиф. Яғни ләм мен әлифтің қосындысы бұл. Ал бисмилля. Біз әріптермен танысып шықтық. Жалпы 29 әріп ләм әлифпен қосқанда бітті. Енді хареке қоямыз, яғни. Хареке қою үлгісі былай болады. Біз әмен иді өткенбіз. Бүгін дамма, яғни у дыбысын өтеміз. У дыбысын өтеміз, яғни міне. Бұл әріптің үстіне қойылады екен. Дәл фатха сияқты қойылады, бірақ әріптің үстіне, бірақ басқа үлгіде қойылады. У дыбысы. Алдың әріптерге әріп хареке қосатын болсақ, бұл да сондай. Әріп хареке. Қырналмайды, қараңыз. Көрдіңіз, қырналмайды. У деген дыбысты қоса білсеңіз болды. Әріп харекені қосасыз, екеуі қосылып дыбыс ортаға шығады. Ға, ғи, ғу. Жуан әріпті жуанға айту керек. Ға, ғи, ғу. Мына у дыбысы жіңішкеде де жуанда да у дыбысын бере береді. Фә, фи, фу. Бірінші әріп, одан кейін хареке айтылады. Қа, қи, қу, кә, ки, ку, лә, ли, лу. Көрдіңіздер ма? Біздің бүгінгі өтіп атқан жаңа тақырыпқа қатты мән беріңіздер. Әмен иді уже сіздер үйрендіңіздер. Бүгінгі қатты мән беретін
у даммасы, иә? Бұл қарекені қосқан кезде үш қарекені де бірге жақсылап дайындалу керек. Үшеуі де маңызды, иә? Мә, ми, му, уә, уи, ву, ву емес та, в болмайды. Мына еріннің ішіндегі дыбыс қысылады екеуі, қараңыз. Ву. Еріннің ішіндегі дыбыс қысылады. Екен бұл өзі у деген әріп, үстінде у екеуі келген кезде іштегі дыбыс қосылуменен ву. Кейбір бауырлар ву деп айтады. Жоқ, ву емес. Ву. Іштегі дыбыс қысылады. Одан кейін деммен шығатын әріп. Ха әріптерге ұқсас емес. Мүлдем бұл деммен шығады. Хи, ху. Ал бауырлар, мына қарекелердің барлығын өттік, әріптерді өттік, қойып үйрендік. Ә, и, у қарекесін былайша айтқанда қойып үйрендік. Енді мен қазір сіздерге ләм-әлиф үлгісін алдыңғы бірінші екінші сабақтардан бері айтып келе жатырмын. Ләм-әлифті жеке өзін түсіндіремін деп. Енді бір жақсылап мән беріңіздер. Міне, мынау ләм. Ләмге келеді әлиф жалғанған кезде мына үлгісі шығады. Көрдіңіз бе? Мынау әлиф, мынау ләм. Демек, бұл әріпке екі қареке қойылады деген сөз. Ләға бір бөлік қареке қойылады, әлифке бір бөлік қареке қойылады. Көрдіңіз ба? Міне тағы бір түрін жазайын. Міне, қараңыз. Не жерде әлиф. Бұл жерде үшеуіне де қареке, үш әріпте де қареке былай келеді. Ләмға бір бөлік қареке, әлифке бір бөлік қареке. Міне, ләмға бір бөлік қареке, әлифке бір бөлік қареке келеді. Мұны көрдіңіз ба? Енді бұның қазір мен тек қана фатхамен үйретіп жатырмын. Лә, Л бөлек оқылады, әлиф бөлек оқылады. Л бөлек оқылады, әлиф бөлек оқылады. Яғни Иә, көрдіңіз. Енді мынандай жағдайлар келеді. Тек қана бір қареке келетін кез болады ондай. О кезде әлифке қареке қоймайсыз. Тек қана ләмға қоясыз о кезде. Әлифке еш уақытта ләмнен аттап әлифке қареке қойып, ләмға қареке қойылмай кететін кезі жоқ. Мүлдем жоқ. Әлифке қойылмауы мүмкін, бірақ ләмға міндетті түрде қойылады. Осындай келген кезде бұл уже басқа темаға көшеді. Лә деп созылатын темаға көшеді. Алдағы уақытта ол теманы тағы да ашып түсіндіретін болам. Бұндай жағдайда әлифті, мына ләмді созуға көмекке келеді. Лә деп созылып оқылатын болады ол кезде. Алдағы уақытта тағы да бұл тақырыпты ашатын болам. Енді мынандай жағдай келуі мүмкін тағы да. Біз сізге фатханы көрсеттім қазір. Енді кәсрамен келетін мүмкін. Міне, кәсрамен және даммамен де келетін кезі бар. Иә? Лә, иә? Ли, көрдіңіз бе? Кәсра лыныкі болады. Ли, ли, у, әлифтің даммасы. У, лә, ли, у. Мұна әлиф үнемі бөлек айтылады. Лыдан бөлек айтылады. Лә, ли, у. Яғни ләм әлифке қареке қою үлгісі осылай. Басқа әріптерге бір қареке қойылған болса, бұл әріпке екі қареке қойылады. Себебі бұл екі әріптен құралған әріп. Негізінде сөзге жатады бұл ләм әлиф. Әріпке жатпайды. Лә деген негізі сөз бұл. Ал бисмилла бауырлар, көпшілік жақсылап қараңыздар, назар аударыңыздар. Біз көптеген мағлұматтарды өттік, фатха, касра, дамманы өттік. Енді соған қарай жаттығу жасау керекпіз. Мынау көз алдарыңызда келтіріп қойған 6-шы беттегі парақты алдарыңызға алып алыңыздар. Соған қарай жаттығу жасаймыз қазір бірге. Мен айтамын, сіздер қайталайсыздар. Яғни фатханы да, касраны да, дамманы барлығын араластырып жаттығу жасаймыз. Әдәбә. Әдәбә. Одан кейін дәрака, дәраса. Көрдіңіз, рада фатха келгенде жуан болып жатыр. Дәраса, кәтәбә.
мына параққа қарап ілесіп отырыңыздар. Мына екі қатар, оны кейін бөлек көрсететін боламыз. Қазір мынау 1, 2, 3, 4 қатарға ілесіп отырыңыздар. Сәжәдә, шәра'a, мынау айн әрпі анық шығу керек. Шәра'a, фәсәдә, таләбә деп буынға бөліп оқып, кейін қосу керек. Таләбә, әзина, әмина, шәрибә, тәби'a, келесі. Мәсәди, фәләқи, бәсари, фәһима, рузиқа, кутиба, умира, әлиф үнен бөлік айтылу керек. Умира, дуриба, ясифу, яхабу, фәһуә, самаду. Бисмилла, жалғаса. Мына жаңағыдай 6-шы беттің 1, 2, 3, 4 қатарын оқыдық. Енді содан кейінгі 2 қатарын оқимыз. Мына қатар менен мына қатар 2 қатарын оқимыз. Тақтада кеңірек қып дәу қып жазайық дедік та. Сіздерге енді соны қайталап жаттығуды жалғастырамыз. Кеттік. Сәбәтә, хасада, назара. Енді осы жерде бауырлар бір мағлұмат айтайын. Нун менен зәл әрпі сәл ұқсас болып қалады, кейде түрлері ұқсас болады. Осы кезде зәл мен нунды қалай ажыратамыз? Зәл өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды, заға жалғанбайтын еді. Нун өзінен кейінгі әріпке жалғанады, сол жерінен ажыратамыз. Көрдіңіз ба? Жалғау әріптері содан ажыратылады. Демек, заға жалғанып тұрма, бұны зәл емес, нун деп баға береміз. Назара, раджа'a, алима, мәсәли, ракиба, фәхия, мынау я әрпі, фәхия, хулиқа, суила. Мына алдыңғы тақырыпта айттыға, хамза әрпі сөздің ортасында екі жаққа жалғанады. Осы жерде таяқша әріп келген кезде жалғанбайтын еді. Бұл жерде таяқша әріп емес, хамза әрпі келді. Сол үшін жалғанады. Суила, мынау хамза әрпі. Суила, әлиф бөлек айтылады. Суила, русулу, унуқу. Осы бауырлар, мына тақтада көрсетілген парақтағы дәрісті парақты алдарыңызға шығарып алыңыздар да, осыны кемі 30 рет, ең көбі 100 рет қайталаңыздар. Сонда фатха, касра, дамма әріптер барлығы пісіп жаттығатын болады бауырлар. Жақсы, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ал, бисмилла. Бауырлар, мен сіздерге бір маңызды бір мағлұмат берейін деп отырмын қазір. Алдағы уақытта Алла қаласа кеңірек әлі көп мағлұматтар бере беремін Алла қаласа. Мына бір мағлұматқа жақсы көңіл бөлсеңіздер. Сөз ортасы, сөз басы, сөз соңы деген тақырыпты өттік. Барлық әріпте ондай нәрсе бар. Бірақ осы 6 әріпте әлиф, дәл, зәл, ра, зә, вау әріпінде бір ерекшелік бар. Әлиф сөздің басында қалай жазылды, солай жазылады. Бұлай қарай жалғанбайды. Дәлде, дәл солай. Зәлде, ра, зә, вау. Бұлардың барлығы өзінен кейінгі әріпке не істемейді? Жалғанбайды. Еш уақытта жалғанбайды. Бұларды солай ажыратасыз.
жалғанбайтындығынан ажыратасыз. Енді сөз ортасында қалай болады? Сөз ортасында қараңыз. Мына кішкентай әлиф келеді. Көрдіңіз бе? Бұл сөз ортасында жалғану мәселесін қараңыз. Бұл жерде мынандай. Кешірім сұраймын. Сөз ортасында міне былай. Былай жалғанады, былай қарай жалғанбайды. Дәл сондай. Былай қарай жалғанады, былай қарай жалғанбайды. Зәл де дәл солай, қараңыздар. Былай қарай жалғанбайды, былай қарай жалғанады. Өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Рада дәл солай, былай қарай жалғанады. Зәда былай қарай жалғанады, былай қарай жалғанбайды. Иә, вау да сондай. Мақтан жалғанып келеді, былай. Енді сөздің бұл ортасындағы түрі. Енді сөздің соңында қалай жазылады? Сөздің соңында дәл солай әлиф солай түседі. Тура ортасында қалай түскен болса, дәл солай түсе береді. Себебі бұл өзінен кейінгі әріпке жалғанбайтындығы болғандығы үшін. Көрдіңіз ба? Міне. Енді бұл дәл осылай өзінен кейінгі әріпке жалғанбайды. Мына бір жерде ерекшелік бар, иә? Мына парақта мынандай сөздің ортасына мынандай әлиф келген үлгі бар. Мынаны қараңыздар. Осындай үлгі бар. Сөздің ортасында жалғанды ғой деген сұрақ қойылуы мүмкін. Бұл жалғану мәселесі. Мынау таяқша әлиф бар ғой, таяқша әлиф. Таяқша әлиф. Мына екеуінің айырмашылығы бар. Мына таяқша әлиф еш уақытта жалғанбайды, а мынау хамза деген әлиф. Бұл жалғанады. Мына әдейі мына жерге кішкентай әріпті қойып қойдым мен. Мына әріппенен мына әріптің айырмашылығы. Екеуі де әлифті білдіреді, бірақ жазылу үлгісінде екеуі екі түрлі. Мына таяқша еш уақытта былай қарай жалғанбайды, ал мынау хамза жалғанады. Мына кішкентай хамза жалғанады. Мен сіздерге әлифтің жалғанбайтын түрін көрсетіп жатырмын бұл жерде. Хамза жалғанады. Хамза бұл былай жалғанады. Сөздің басында былай келеді. Сөздің ортасында былай келеді. Сөздің соңында былай келеді. Көрдіңіздер ме, бауырлар? Бұл хамза бұл. Мынау хамза. Бірақ әлифті білдіреді, бірақ жазылу үлгісінде таяқшаменен ерекшелігі болады. Жеткізе алдым, иә? Мынау хамза жазылу үлгісі былай, ал әлифтің жазылу үлгісі былай, бауырлар. Ал бисмилля, бауырлар, жаңа бір мағлұмат айттық. Енді тағы бір мағлұмат айтайын. Алдағы уақытта қайталағанбыз, алдыңғы уақытта. Кейінгі уақытта тағы бір еске түскен еді, соны әдейі сіздерге тағы бір айтып кетейін дедім. Мына жерде жуан әріптердің тізімі тұр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 әріп. Алдыңғы әріптерді өткен 28-29 әріптің ішіндегі әріптер. Ха, сад, дат, та, за, ғайн, қаф. Осы жетеуі өмір бақи жуан әріпке жатады. Бұны жаттап алыңыздар. Бұны жаттамасаңыздар, кейінгі уақытта бұны жіңішкемен шатастырып алатын қателіктер кетуі мүмкін. Сол үшін жуан әріптерді бір жерге түртіп қойып, бұны үнемі жуан екендігін есте сақтап жүріңіздер. Ә дыбысында да, и дыбысында да, у дыбысында да бұл жуан әріптер жуан дыбыспен береді. Ха, хи, ху, са, сы, су деген сияқты. Да, ды, ду, та, ты, ту, ға, ғи, зу, ға, ғи, ғу, қа, қи, қу. Көрдіңіздер ме? Жуан. Енді мына жақта бір мағлұмат айтайын деп тұрмын. Алдыңғы уақытта айтпадым, себебі шатастырмайын дедім сіздерді. Қазір сіздерге айтуым керек. Алдыңғы әтті бұларды мен жіңішкенің қатарына жатқызып жібердім. Себебі ол кезде жіңішкенің қатарына жатқызатын кездер болады бұны. Кейде бірақ жуанның қатарына жатқызатын кездер болады. Ләм мен ра әрпі кейде жуан, кейде жіңішке. Бұл алдағы уақытта иншалла кездеседі. Бірақ қазір бір мысал келтірейін. Раның үстінде фатха келсе жуан болады, кәсіра келсе, мына жерде әріпті жаза салайын. Ра, ра, ләм, ләм. Мынаны қараңыз. Рада фатха келсе жуан болады, кәсіра келсе жіңішке болады, дамма келсе қайтып жуан болады. Лә да сондай. Лә бұл жерде лә. Жуан болу, жіңішке болу ра сияқты емес. Бұл алдыңғы қарекеге қаралады. Алдыңғы әріптің фатха болатын болса, л жуан болады. Алдыңғы әрпінің қарекесі кәсіра болса, жіңішке болады. Алдыңғы әрпінің қарекесі дамма болса, жуан болады. Мынаны қараңыздар. Бауырлар, қарадыңыз міне? Ра мен ләм кейде жуан, кейде жіңішкеге жатқыздық. Раның фатхасы болса жуан болады деп қайталадық. Кәсіра болса жіңішке, ри болады. Ри болмайды да, ри болады.
бірақ даммада қайтып жуан болады. Ләмдікі ерекше қандай? Мына ләмнің нерде ләм бар? Мынаның ішінде жасырын не бар? Ләм. Нерде ләм бар? Мына бірінші ләм оқылмайды, екінші ләм оқылады. Алдағы уақытта иншалла түсіндіретін боламын. Осы ләмнің алдыңғы қарекесі фатха болса, жуан оқылады. Алла, ла, алла. Көрдіңіз бе? Әллә болмайды да. Аллаху. Жуан болады л. Енді л мына жерде де бар. Алдында кәсіра келді, қараңыз. Кәсіра келді ма? Билля, билла болмайды. Биллахи. Мынау лының алдында кәсіра келсе, л жіңішке болады. Енді лының алдында дамма келсе, жуан болады қайттан. Люллахи, люллахи, люллахи болмайды. Люллахи, л жуан болады. Демек, кәсірада ғана жіңішке болады да, фатха мен даммада жуан болады. Мұны ра мен ләмнің айырмашылығы осы жерде. Ләда алдыңғы әріптің қарекесіне қаралады, ләда ра өзіндегі қарекеге де қарала береді. Алдағы уақытта бұған тағы да кеңінен Алла қаласа тоқталатын боламыз. Ал бисмилля бауырлар, көпшілік біз осы уақытқа дейін 3 күн дәрісімізде, 3 күн сабағымызда көптеген мағлұматтар айтуға тырыстық. Қолдан келгенше. Арасында түсінбей қалған жерлеріңіз болса, жеке ұстазға маған шығып, жеке шығып сұрасаңыздар, қолдан келгенше жауап беремін. Енді үй тапсырма сіздерге. Үй тапсырма ретінде мына жерде сіздерге қазір біріншісін айтайын. 29 әріптің, яғни ләм әлифпен қосқан кезде 29 әріптің бәрін түгел жаттау керексіз. Түгелдей жаттау керексіз. Яғни мынаның бә дегенге жазылып тұр ғой астында. Осы бә, тә деген жазуына қарамастан мынаның бә екендігін білу керексіз. Оны қалай білесіз? Мына парақшаны алдыңызға шығартып аласыз да, мына жерде айтып шығасыз. Ғайн, ха, я, бә, мим деп әріптердің барлығын айтып шығасыз. Тапсырма осы. 29 әріп жаттау мына парақпен болады. Екінші, фатха, касра, дамма қарекелерін жаттау және әріпке қойып оқу. Оны мына параққа қарап оқисыз. Яғни бұл жерде текст ретінде берілген, мен сіздерге оқып көрсеткем, сол оқып көрсеткен бойынша осыған дайындаласыздар. Кемі 30 рет, әр параққа кемірен 30 рет көңіл бөлесіз. Мына параққа 30 рет, мынаған 30 рет көңіл бөліңіздер. Өйткені мен бауырлар осы жерде бір нәрсе айта кетейін. Негізінде мына маңдайдан тер шығу керек. Маңдайдан тер шығу керек, және мына желке ауыру керек. Сіз сонда ғана Құран оқи аласыз. Мына маңдайдан тер шықпайынша, желке ауырмайынша Құран оқу мүмкін емес. Сол үшін біраз қиындықтар туындайды. Бар күштеріңізді, жігерлеріңізді осыған арнаңыздар. Көбірек оқуға тырысыңыз. Одан кейін үшінші, жуан әріптерді, және кейде жуан, кейде жіңішке әріптер бар. Соның барлығын жаттап, ажыратып, және мына жерде белгіленген жуан әріптердің бәрін жаттап, одан кейін сақау әріптерді ұмытпайтындай етіп жаттап алыңыз. Қайталап жаттап алу керек. Шарты. Мына жерде белгіленген. Мен сізге тақтаға тізіп бергем, жуан, сақау әріптердің барлығын тізіп бергем. Соларды жаттайсыздар. Одан кейін ра мен ләмнің кейде жуан, кейде жіңішке әріптің ережесін жақсылап жаттайсыз. Ра қай кезде жуан, қайда жіңішке. Ләм қай кезде жуан, қай кезде жіңішке. Оны жаттайсыз, дайындаласыз, қайталайсыз. Бесінші, ләм әлиф. Яғни мына әріпке қатысты қареке ерекше қойылды. Біз осы ләм әлифте ләға бөлек, әлифке бөлек қареке қоюын түсіндіргенбіз. Соны жаттығасыз. Ләмға бөлек, әлифке бөлек қареке қойып. Одан кейін махраж. Махражды күнде айтып жүресіз. Бүгіннен кейін махраж күнде айтыла бермейтін болады. Сол үшін өздеріңіз күнде қайталап жүріңіздер. Одан кейін мынау 6-шы бет, не жерде парақшада 6-шы бетті аласыздар да, параққа қарап 30 немесе 100 рет жаттығу жасайсыздар. Иншалла. Жақсы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.